Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге қазақстандық Рапунзель Мөлдір Бекжан. Мен бүгін өзімнің жекеме толассыз келетін хаттар жайлы айтқым келіп тұр. Маған жазатын хаттардың көпшілігі өзінің шаштарының түсуіне алаңдаған қыз-келіншектер. Және солардың ішінде ең бастысы жасөспірім қыздар өте көп. 11-де, 12-де, 13-де, тіпті 17-18 жастағы қыздар бар. Солардың ең көп айтатыны шашымыз остап түсіп жатыр дейді. Шын айту керек, мен бұған басында қатты таңғалатынмын, себебі ол жаста менде ондай проблема деген дүние атымен болған жоқ. Бұл қыз-келіншектердің ең бірінші сұрайтыны қандай шампунь қолдансам болады, не істесем болады деген дүние. Енді мен алдыңғы видеомда коллагендер туралы айта кеттім, және ол жерде мына нәрсені айттым. Мысалы қараңыз, сіз өзіңізге керек витаминдерді іштіңіз, ағзаңызды толықтайтын витамин іштіңіз, коллаген іштіңіз, жақсы құрамында сульфаты жоқ шампунь қолдандыңыз дейік. Алайда айналып келгенде сіз күткен нәтижені бермей жатыр. Яғни сіздің шашыңыз сол баяғыша түсе беруде, немесе бетіңіздің жылтырағанын бір байқамай жатырсыз. Неге? Себебі бұл жерде шаш, бет күтімінде жалпы біз оны кешенді жүргізуіміз керек. Енді қараңыз, көптеген адамдар негізі ойлайды. Әсіресе жасөспірім қыздар ойлайды. Оқушы қыздар, мысалы солардың ішінде шаш түсе бастады, демек проблема шашта ғана деп ойлайды. Негізі олай емес. Мен сондықтан сіздерді сауатты болып, бұл мәселеге кішкене кеңірек тұрғыдан қарауларыңызды өтінемін. Мысалы қараңыз, шаш түсе бастады, бетке әжім түсе бастады, немесе артық салмақ жинай бастадыңыз. Осының барлығы айналып келгенде адамның денсаулығында ақау кінәрат болғандығы себепті. Және ол ақау неге болады? Осылардың ішінде әсіресе 12, 15, 17, 18 жастағы қыздар. Бұл кезде организм деген қайнап жатыр. Бұл кезде шаш түсетін емес, бұл шаш өсетін кезең. Енді олардың шашы неге түседі? Егер қараңыз, шаш түсіп жатыр, немесе қайызғақтанып кетті, тым майлы болып кетті. Біз дәл сол шаштың қайызғақтануы, майлы болуы, сол мәселелермен жұмыс жасайтын болсақ, онда біз бұл проблеманы түбегейлі шеше алмаймыз. Сондықтан біз тоқталуымыз керек. Неге? Біз тоқталуымыз керек. Оны туындатып жатқан қандай себептер? Қандай жағдай осындай жағдайға әкелді? Мысалы, гүл деп айтатын болса, ол гүлге біз жаңағы, ой, мына гүл сарғайып кетіпті, жаңағы бұтақтарында бір онша емес екен деп біз оның бұтақтарын қиып, сарғайған жеріне бірдеңке спрей, ондайларды шашпаймыз ғой. Біз не істейміз? Оның топырағынан бастаймыз жұмысты. Сол сияқты бізде жұмысты мына адамның денсаулығынан бастауымыз керек. Тағы бір өткенде қатты таңғалды, маған бір қыздар жазады, мектепте 13 жастағы қыз 1 жыл бойы шашымды үтіктедім дейді. Енді мен ойлаймын, мектептегі қызға шаш үтіктеу не үшін керек деп. Сол себепті ең біріншіден үтіктеу, бюралау, фен, тағы басқа құралдардың барлығы бұл сіздің шашыңыздың зақымдануына алып келеді. Оған қоса шаштарын ай сайын бояйтын қыздар бар. Ал енді жақсы, осындай көптеген проблемалардың барлығы жиналды, біз не істейміз? Ең біріншіден біз денсаулығымызды, өзіміздің иммунитетімізді күшейтуден бастауымыз керек. Тағы да мен басында айтқандай, витамин, шампунь, коллаген, крем, соның барлығы неге қонбай жатыр? Себеп қазақта мынандай сөз бар, ем қонады деген сөз бар. Ал ем қандай адамға қонады? Мәселе осында. Демек, біз тек қана мен витамин іштім, болды, жағдайым жақсарады. Мен тек қана шампунь іштім, болды, менің шашым керемет болады деген ой болмау керек. Оған қоса ең бірінші біз бастаймыз. Неден? Дұрыстап тамақтанудан, уақытында ұйықтаудан, және ағзамызға зиян келтіретін фастфуд тағамдар. Әсіресе оқушылар көп жейді, ересектерде. Оның ішінде KFC, кола, тағы не бар, суши, пицца, кирешки, құдай-ау не жемейді қазір. Магазиннің бәрі толыпты ғой. Соның барлығына соншалықты көп ақша жұмсайсыздар. Міне осы заттарды, сондай артық заттарды тоқтатуымыз керек. Және мүмкіндік болса, телефон қарағанда азайтып кішкене, оның орнына біраз денсаулығымызды күшейтетін, жалпы біздің денеміздегі қан айналымды
жақсартатын жаттығулар жасау керек. Яғни біз осылардың барлығын кешенді түрде толық орындағанда ұйқымыз дұрыс, тамақтануымыз дұрыс, көңіл күйіміз жақсы, яғни стресс жоқ. Сонымен қатар оған қоса витамин ішетін болсақ, ағзамыздағы дәрумендерді толықтырып, оған қоса сульфатсыз шампумен құрамында адамның шашына пайдалы ингредиенттер бар шампунь қолданатын болсақ, сонда бізге ем қонады, сонда біздің жағдайымыз жақсарады. Сол себепті осы нәрсені ескерулеріңізді өтінемін. Ал жақсы, сонда не ішіп, не жейміз, қалай ұйықтаймыз деген сөзге тоқталайық. Ең біріншіден, мен өзім мысалы қазіргі уақытта фильтрмен су ішіп жүрмін. Мен енді неге су іше бастадым, жалпы фильтр маған не үшін керек деген дүние, мен кішкентай кезімнен тәтем шаштараз болатын, ол кісі маған үнемі былай айтатын: сен су ішсең бетің әдемі болады дейді. Сол маған кішкентай кезімнен бастап, былайша айтқанда өмір бойы айтып келе жатыр. Сол нәрсе менің құлағыма сіңісті болып қалған. Мен өмір дағдымда мен міндетті түрде су ішемін. Әрине мен ортасында шай ішетін жалпы кездер болады, бірақ міндетті түрде су ішемін. Бірақ енді ол сулардың да біз қандай су ішуіміз керек, қанша мөлшерде ішуіміз керек, оның өзі үлкен сұрақ. Ең бірінші, адам салмағына қарай 1 килограмм салмаққа 30 миллилитр су ішу керек. Мысалы, сіздің салмағыңыз 50 килограмм болса, оны 30-ға көбейткенде күніне сіз 1,5 литр су ішуіңіз керек. Сонымен қатар мен өзім ауылда Ұзынағашақта тұрам. Бұл жердің суы өте сор. Біздің шайнектердің түбінде сор су жиналып қалады. Бұл адамның ағзасына зиян деген сөз. Және ол суды ішкен кезде мынау тамағымызға тұрып кәдімгідей жағымсыз әсер туғызады. Шайдан байқалмайды, бірақ мен сияқты су ішіп жүрген адамдар оны бірден байқайды. Сол себепті мен мысалға өзім осы фильтрді сатып алдым. Кез келген жерден өзіме су құйып аламын деген сөз. Бұл жерде тағы бір нәрсе, суды біз қалай ішеміз? Мысалға 3 уақыт тамақтанамыз деп айтайық. Сол кезде біз бір тамақтанған кезде біз суды да ішеміз, шайды да ішеміз, тамақты да жейміз, бәрін асқазанымызға аламыз да нығап аламыз. Асқазанға күш түседі, барлығы бар. Оған тәтті не де қосамыз, қантты да қосамыз, пирогты да қосамыз. Не болды? Асқазанға күш түсті. Сонан кейін барып біздің яғни ас қорытуымыз нашарлайды. Біздің былайша айтқанда бүкіл энергиямыз асқазанға барады да біздің энергия жоқ болып қалады. Яғни дұрыс тамақтанбау осыған әкеліп соғады. Демек, біз тамақтанатын кезде шай, су, сүт деп барлығын бірден араластырмай тамақтануымыз керек. Әрине ол кезде мен өзім мысалға азғантай мөлшерде сұйықтық ішемін, шай ішуім мүмкін, немесе су ішуім мүмкін дегендей. Ал онан кейін, бірақ көп ішпеймін. Ал онан кейін барып тамақтанып болғаннан кейін біраз уақытта менің ағзам шөлдей бастайды. Сол кезде мен су берем, қалай берем? Ақырын беріп отырам. Яғни өзіммен бірге суды үнемі алып жүремін. Сол су менің жанымда болғандан мен шөлдеген сайын су ішіп отырам. Демек, мен сол жаңағы 1,5 литр су десе, адамдар ойлауы мүмкін, немесе 2 литр су десе, ойбай, оны біз қашан ішіп боламыз деп. Сіздің жаныңызда болса, ақырын ішсеңіз, сіз қалай ішіп қойғанын байқамайсыз. Онан кейін екінші мәселе, кола, кепси, тағы басқа фастфуд тағамдар, газдалған сусындар, пластмасс бутылкадағы сулар, осылардың барлығы адам ағзасына зиянын тигізеді. Мен бұл туралы келесі видеоларымда толықтай тоқталам. Яғни осы нәрсені доғарамыз. Онан кейін үшіншісі, біз ұйқыны дұрыстап ұйықтауымыз керек. Әсіресе әйел адамдар. Мысалы, балалар толық 10 сағат ұйықтау керек, ал адамдар толық 8 сағат ұйықтау керек. Соның ішінде сағат 10 болмай ұйықтау керек. Ал жоқ, жарайды, одан кетті дегеннің өзінде жоқ дегенде біздің ағзамыз сағат 11-де толық демалу керек. Көптеген маған аналар жазады, әйелдер жазады, ұйқы дұрыс емес дейді, және балалар жазады. Түнгі сағат 2-3-те ұйықтаймын деп. Не істеп жатыр олар? Телефон ойнауы мүмкін, қазіргі кезде. Оның бәрі айналып келіп, денсаулықты құртады, әсіресе көзді құртады. Демек, бұл да зиянды фактор болып табылады. Сонымен қатар, төртіншісі мүмкіндік бола сала. Сонымен қатар төртіншісі, біз керемет спорт залдарға бармасақ та, өзіміздің дене жаттығуларын жасап тұру керек. Мысалы, әсіресе осанка дейміз, мына адамның осанка өзін тік ұстауы, мына
бетке әсіресе қатты әсер етеді. Мысалы қараңыз, сіз үнемі бүйтіп жүретін болсаңыз, былай жүргенде мына жерге қалай майлар жиналуы мүмкін. Былай жүретін, қисық отыратын болсаңыз, осының барлығы сіздің бетіңізге әжім түсуге алып келеді. Сондықтан осы қарапайым 4 факторды сақтау керек. Қайталай кетейін, су ішеміз, күніне міндетті түрде су ішеміз. Екінші, газдалған сусын тағы басқа ағзамызға зиян дүниелерді тоқтатамыз. Үшіншісі, оның орнына ағзамызға пайдалы тағамдарды жейміз. Егер мүмкіндігіңіз болса, жалпы мүмкіндік демес едім, қазіргі заманда қажет дүние витамин ішуге кеңес берем. Онан кейін төртіншісі, ұйқыны ұйықтаймыз, сағат 10-да ұйықтап жатуымыз керек. Онан кейін барып, жаңағы кішкене де болса, үйде болсын, спорт залда болсын, жаттығулармен айналысу керек. Яғни осылардың барлығы біз кешенді жүрген кезде, өзімізге күтімді кешенді жасаған кезде, толық күтім жасаған кезде, және ары қарай витамин ішесіз ба, шампунь қолданасыз ба, жақсы бальзам қолданасыз ба, демек сізге ем қонып, сіздің жағдайыңыз жақсы болады деген сөз. Сол себепті осы дүниелерді ескерсеңіздер. Достар, менің осы видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер, және осы пайдалы ақпараттармен достарыңызбен бөлісіңіздер. Сонымен қатар қандай да бір сұрақтарыңыз болса, немесе шампунь туралы, витамин туралы сұрағыларыңыз келсе, мен қандай пайдаланып жүрмін деген сұрақтарды білгіңіз келсе, онда мен осы видеоның астына өзімнің WhatsApp номерімді қалдырып кетемін. Соған жазып сұрасаңыздар болады. Одан қалса, мен өзімнің көп сұрақтарға өзімнің Instagram сторизімде және дайректте жауап беремін.